Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін қызылшадан және де басқа да көкөністерден өте дәмді әрі барлықтарыңызға белгілі салатты дайындаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен барлық керекті заттарды, яғни қызылшаны, картопты, сәбізді және де жұмыртқаны суға пісіріп аламыз және де сыртын ашып, осылай әрқайсысын жеке-жеке үккіштен өткізіп аламыз. Біздің қайнатқаннан кейін сәл суы керек. Осылай барлығын жақсылап өткізіп алыңыздар. Ең бірінші біз картопты үккіштен өткізіп алдық, кейін сәбізімізді де осылай үккіштен өткізіп аламыз. Және де әрқайсысын жеке-жеке ыдысқа саламыз. Яғни қазір салқын пісті, қыс келе жатыр, және де осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ал енді піскен жұмыртқамыздың сыртын ашып, оны да үккіштен өткізіп аламыз. Мен 1-2 сары уызын қалдырдым. Оны әсемдеуге алып қаламыз. Ал енді қызылшаны да үккіштен өткіземіз. Оны сәл кішірек жерінен өткізсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Қызылшаны жақсылап үккіштен өткізіп аламыз. Ал енді мен осында балық қосамын. Селедка деп аталады орысша. Бұның орнына жай ғана шпроты қоссаңыздар да болады. Өте дәмді шығады. Енді байқасаңыздар, бұл салат селедка под шубой. Яғни қазақшасы қалай екен? Қазақша атауын білсеңіздер, астына комментарийге жазып кетіңіздер. Сіз бұл салатты қалай жасайсыз? Міндетті түрде комментарийға бөлісіп кетіңіздер, және де қазақша атауында жазып кетсеңіздер болады. Рахмет. Осылай осы балықты да жақсылап турап аламыз. Мен бірден тазаланған түрін алдым. Егер ондай түр болмаса, кәдімгі балықты бүкіл сүйегінен тазалап алыңыздар. Ал енді сәл ғана жуа қосамыз, оны да ұсақтап тураңыздар. Міне мен барлық керекті заттарды үккіштен өткізіп турап алдым. Ал енді салат жасауға кірісейік. Дайындайтын тарелкамызға ең алдымен балығымызды салып аламыз. Оның үстінен сәл жуаны қосамыз. Және де үстіне майонез жағып шығамыз. Ал енді картопымызды үстіне салып, жағып шығамыз. Және де үстінен майонезді де жағамыз. Қалауларыңыз бойынша сәл тұз да себуге болады. Мен өзім ешқандай тұз сеппей жасадым. Майонездің өз тұзы болғандықтан. Егер қалауларыңыз бойынша картоптың үстіне сәл тұз себуге болады. Ал енді картопымыздың үстіне сәбізімізді саламыз, және де қасықпен дұрыстап шығып, үстіне майонез жағып шығамыз. Ал енді сәбізіміздің үстінен үккіштен өткізілген жұмыртқамызды салып, үстіне тағы да майонез жағып, бір қасықпен жағып шығамыз. Ал енді жұмыртқамыздың үстінен қызылшамызды саламыз, және де қасықпен дұрыстап, үстіне сәл майонез жағып, әдемілеп жағып шығамыз. Тарелкамыздың жан-жағын осылай салфеткамен сүртіп шықсаңыздар болады. Және де әсемдеу үшін жаңағы жұмыртқаның сары уызын қалдырған болатынмын, соны жағып шығамыз. Сары уыздан бөлек укроппен немесе басқа да
қызанақпен роза гүлін жасап, немесе басқа да өздеріңіз ұнататын әсемдеумен жасауға болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Түрі өте әдемі, дәмі де өте әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаларыңызға ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сіздермен бірге болған мен Диана.